жетекші болды. Менің тірегім болды. Оны мына қара қыз білмейді. Ал бірақ бізге қуат береді. Сондықтан енді міне бүгін кітабым. Мынау менің 80-ге келгендегі, өздерің білесіңдер, бәрің алдыңдар осы 80-дегі. Бұл қара қыз сонда келмей қойған. Енді осы жол айтады. Сен де келген жоқсың ба? Үйде енді. Мынау менің күрішкенді ұмытпаңыз деп қояды. Міне, мынау 80-дегі күрішкен. Бұл 80-дегі, енді 85-ге қалдым. Ана жақты таныстыра бер. Жарайды. Ал. Мына жаққа келген, мына жаққа айта бересіз. Ал енді. Енді мінекей. Жоқ, ана сөз сөйлейді отыр. Сөйлей берейін ба? Ал, қаттырақ сөйлемесе мұнда мен Апайдың 80 жылдығында белгілі бір себептерменен мен іс сапарда болса, жоқ бір жол жүріп кеттік па, сондай себептері болған болу керек. Болмаса апайдың ешқандай қуанышынан, жақсылығынан, тойынан біз сырт қалған емеспіз. Одан кейін жаңағы барлық сөздің бәрін жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Қалай таныстық, қалай бір жол бастадық, Астанаға келген кезде бір-бірімізге қалай тіреу болдық, рухани тіреу болдық. Сонда келгендегі ең бір адамның көкейінде қалып қоятын бір ізгілікті жандар болады. Мына атақты, айтулы қазақтың кәдімгі үлкен ақыны Жаяу Мұсаның танымайтын, оның өлең жырларымен сусындамаған қазақтың баласы жоқ шығар. Сондай әулеттен тектіні іздеп жүріп, сізді тауып, осы Астанада сізбен дидарласып, жүзіңізді көріп, нұр тамған жүзіңізден, тіліңізден сондай рухани, сондай бір нәрдің демін сезіп, өзіңізге арқа сүйедік. Адам өзі үнемі дүниеде жақсылық іздеп жүреді ғой, жақсы адамдарды іздейді. Адам өзі үнемі жоқшы ғой, жоқ нәрсені іздеумен болады. Сол бір жоқтың орнын толтырған, сондай бір жолыңызбен де, ісіңізбен де, сөзіңізбен де дем берген апам ретінде мен сізді үнемі ешқандай жерде ұмытқан емеспін. Жанымызда жүресіз, айтып отырамыз, сұраған қазақтарға айтып отырамыз. Мысалы енді мына бұдан бір 2-3 жылдық бұрын шығар, кітабым жарық көрді. Сонда мен арнайы іздеп отырып сіздің мен болған сұхбат ішіне қостым. Аннаның немересі деген. Соның ішінде барлық сіздің ғұмыр баяныңыз, өміріңіздің, өнеріңіздің жолы, ізгілік бәрі осының ішінде. Жалпы көп сөйлеу, тойда көп сөйлеген нәрсе бойынша көп сөйлемеу керек деп. Көп сөйлеме дейді ғой. Өзіміз жазамыз оны. Сондықтан сол мына кітаптан оқып алса, егер жаңағы жанына ізгілік іздеген, жылу іздеген адамдарға бір берері бар деп ойлаймын осының. Дұрыс. Сондықтан мына сіз кітапты сізге осы мынау 85-іңізде бұйырып тұрған екен. Құтты болсын. 90-ыңызда тағы да бір кітап сыйлауға жазсыз. Міндетті түрде. Міне мына кітапты оқысаңыздар, мені де оқысыздар. Мынау егеменнің атынан мынау конфетіміз тәтті болсын өмірім. Бәрін маған салып ал.